Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің 2020 жылдың 1 тоқсанына арналған жедел алдын алу іс-шараларын өткізу кестесінің 7 тармағын орындау мақсатында кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу, қорқытып алушылық, қоғамға қарсы қызметке тарту, қоғамдық орындарда, жолдарда және бейтаныс адамдармен қауіпсіз жүріс-тұрыс қағидаларын оқыту мақсатында ағымдағы жылдың 11 мен 15 наурыз аралығында Степногорск аумағында қауіпсіз мектеп республикалық жедел алдын алу іс-шаралары жүзеге асырылды. Аталған іс-шара барысында жергілікті полиция басқармасының жеке құрамымен қаладағы ойын-сауық мекемелері бойынша рейдтік іс-шаралар өткізілді. Оның барысында 23:00-ден кейін жауапты тұлғалардың қарауынсыз байқалған 14 жасөспірім әкімшілік құқық бұзушылықтың 442 бабының 2 тармағына сәйкес жауапкершілікке тартылған. Осы аралықта көп деген құқық бұзушылықтар анықталды. Және де айта кететін болса, қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдік ішу жасөспірімдермен 3 жасөспірім ұсталған болатын. Және бұл балалардың ата-аналары Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442 және 2 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған болған. Балалардың ата-аналарына айыппұл салынды. Кәмелетке толмағандардың қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдік ішу фактілерін жіберген болған жағдайда ата-аналарына 3 айлық мөлшерінде айыппұл салынады. Бұдан кейін тағы да қайталанатын болса, ол баланы біз наркодиспансерға апарып өткіземіз. Және нарколог тексеріп, одан әрі баланың алкогольдік ішімдікке бейімді ма, бейімді емес па, соны тексертеміз. Егер де бейімді болса, наркологияға есепке алынады. Ювеналды полиция қызметінің пайымдауынша, іс-шара аясында құқық бұзушылық бойынша бір жылда бірнеше рет тіркелген жасөспірімдер де анықталған. Заң талаптарына қайшы келетін әрекеттерге жол берген жағдайда алғашқы рет тіркелген кәмелет жасына толмағандардың ата-аналарына хаттама түрінде ескерту берілсе, одан кейінгі орын алған әрекеттерге айыппұл салынады. Жүргізілген жұмыстар нәтижесіне сай әкімшілік құқық бұзушылық пен қылмыс жасау сандарының артқаны байқалған. 2019 жылы жасөспірімдермен жасалған 4 қылмыстан тіркелсе, биылғы жылы бұл көрсеткіш 14-ке жеткен. Мұндай мәселенің қалыптасуының бір көрінісі тек бір ғана жасөспіріммен 7 заң бұзушылық әрекеттерінің жасалу салдарынан болып отырса керек. Қауіпсіз мектеп республикалық жедел алдын алу іс-шараларының барысында 23 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Біз ата-аналарға айтарымыз, түнгі уақытта балаларды оннан кейін далаға шығармау, және үйлерінде профилактикалық әңгіме жасау, түсіндіру, олар қоғамдық орындарды өздерін қалай ұстау керек, және қоғамдық орындарға зиян келтірмеу, және осы өзіміздің қаламыздың қоғамдық орындарда әртүрлі тағы да басқа да заттар бар, құнды, соларды сақтауға үйрету, тәрбиелеу жақсы. Ата-аналар әр күнде өздері балаларын түсіндіріп айтып отырса, тәрбиелеп отырса, мысалмен түсіндіріп айтып отырса, ондай құқық бұзушылықтар және қылмыстарды болмаушы еді. Аталған құқық бұзушылық пен қылмыстарды болдырмау мақсатында қала мен кенттің барлық оқу мекемелерінде дәрістер оқылып, бопсалаушылық фактілерін анықтау үшін сауалнамалар жүргізілген. Осы жұмыстың нәтижесінде бүгінде бопсалаушылық фактілерінің анықталмағаны байқалып отыр. Құрметті ата-аналар, енді сіздерге қоғамдық орындарда жасөспірімдер балаларыңызды қадағалауға және қоғамдық құқық бұзушылықты жібермеуге назар аударуларыңызды сұраймыз. Сонымен қатар төтенше жағдайдың аясында барлық нұсқауларды сақтауға кеңес береміз.